Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өлшеудің нәтижелерін өңдеу тақырыбына практикалық жұмыс жасаймыз. Яғни, бұл жерде осы 2 амперметр берілген, бізге есептің берілген мынандай дейді. Тізбектің бөлігіне 1 амперметрді және 2 амперметрді жалғау арқылы ток күшін 2 рет анықтады. Амперметр 2 жағдайда да 2,6 ампер ток көрсетті дейді. 2 өлшеу үшін ток күшінің айқын мәндер интервалын және қандай жағдайда өлшеудің дәлірек болғанын анықтаңыз дейді. Енді 1 амперметрдің бұл жерде дәлдік класы берілген екен, гамма 1 деп белгілеп қояйын. Мынау сары тұрған, ол 2 дейді. Ал 2 амперметрдің дәлдік класы гамма 2, ол 2,5 дейді. Енді бізге осы амперметрлер үшін жаңағы айқын мәндер интервалын, сонымен қатар қайсысы дәлірек өлшейді, соны анықтау керек. Енді ол үшін бізге әрине абсолют қателікті бірінші есептеу керек. Енді өткен теориялық бөлімде біз сіздермен қарастырдық. Яғни абсолют қателікті есептеу үшін, яғни алдымен абсолют қателікті есептейміз, ары қарай салыстырмалы қателікті есептейміз, сонымен қайсысы дәлірек өлшейді, соны анықтайтын боламыз. Енді теориялық бөлімде біз айттық, абсолют қателікті есептеу үшін аспаптың қателігіне қосамыз санау қателігін, яғни дельта С. Және бұл жерде егер мынау шкаласы нақты келіп тұрса, көрсеткіш мына шкалаға, демек мынау санаудың қателігін, яғни сандық қателікті алмай қойсақ болады дегеніміз, санақ қателікті. Енді бұл жерде қарасақ, бізде онша нақты емес. Әрине, қолмен сызылған сызба оғанда байланысты. Сол үшін біз санақ қателігінде есептеп көрейік. Алдымен мына сары амперметрді 1 деп белгіледік, 1 амперметр деп, және мынау көкті 2 амперметр деп белгіледік. Енді 1 амперметр үшін дельта А1-ді есептейік. Яғни аспаптың, яғни қателігін анықтайық. Бірінші, ол анықтау үшін бізге оның дәлдігі және максималды өлшеу шегі керек болатын. Бұл жерде қарасақ 4 ампер, бірден жазып кетейік, 4 ампер, бөлеміз 100-ге. Енді гамма біріміз жаңа берілді, ол бізде 2, 2-ні орнына қойсақ, яғни 2 көбейтілген 4 ампер, бөлеміз 100-ге, тең болады 0,108 ампер болады екен. Енді келесі екіншісі дельта С, яғни санау қателігі, дельта С. Бұны есептеу үшін бізге бөлік құнын анықтау керек, яғни бөлік құнын 2-ге бөлсек, біз осы санақ қателігін алатымыз. Енді бөлік құнын есептейік. Қарап тұрсақ, кез келген бір мәні бар шкаласын алайық. Мысалы, 1 мен 2-нің арасы 5 бөлікке бөлініп тұр. Демек, 1 амперді бөлеміз 5-ге 0,2 ампер. 1 бөлігінің құны 0,2 ампер. Бөлеміз 2-ге. Тең болады 0,1 ампер. Яғни, бірінші амперметр үшін есептедік. Енді 2 амперметр үшін есептейік. Дельта А2 деп қояйық. Гамма 2-сі 2,5. Көбейтеміз. Максималды өлшейтіні 3 ампер. Бөлеміз 100-ге. Сонда 3 пен 2,5-ті көбейтсек 7,5. Бөлсек 100-ге 0,75 ампер. Енді келесі санақ қателігін табайық. Екіншісінің бөлік құны бұл жерде 1 мен 2-нің арасы тағы да 5 бөлікке бөлініп тұр екен. Демек 0,2. Екеуінде бөлік құны бірдей екен. 0,2 ампер бөлеміз 2-ге тең 0,1 ампер. Енді бізге бірінші мынау амперметр үшін абсолют қателік, демек тең болады дельта
А1 қосылған дельтасы 1, иә? 0,108 ампер. Қосамыз 0,1 ампер. Тең болады 0,118 ампер. Ал келесі дельта А, дельта 2-міз, яғни екінші амперметрдің абсолютті қателігі 0,175, қосамыз 0,1. Демек, 0,175, иә? Қосамыз 0,1. Тең болады 0,175 ампер. Енді қарап отырсақ, екеуінің абсолют қателігін. Әрине, мынау екіншісінікі біріншісіне қарағанда абсолют қателігі аздау. Енді біз салыстырмалық қателігін есептейік. Қайсы дәл есептеген үшін? Енді біз қазір көрсетуі 2,6 ампер деді ғой. Осы бойынша айды жазу үшін ай жаңағы жоқ мәні плюс-минус дельта болады. Сол бойынша жазсақ, ай бірінші бізде 0,118 болды ма дельтасы? Онда 2,6 ампер плюс-минус 0,118. Көп жағдайда қараңыз, мына жерде 2,6 ампер, яғни өтірден кейін 2 орын сақталса, демек екеуіндегі орын сәйкес келеді. Сол үшін мынаны 0,260 деп алайық, мынаны 18 ампер деп алайық. Енді демек бізге мынаны 0,175-ті жазған кезінде болмаса біреуін 2 орынға, болмаса екеуінде 3 орынға жоқтау керек болады. Яғни А2-міз ол жерде 2,6 ампер деп алсақ, яғни 2,6 деп алсақ, мысалға, өтірден кейін 1 орынға дейін жоқтап тұрмын. Онда біз мынаны да 1 орынға дейін жоқтаймыз. Онда жоқтауы бұл 0,2 ампер болады дейміз. Демек, 0,2 ампер. Яғни, екеуінде де мына өтірлерден кейінгі орындар сәйкес келу керек. Мен екі жағдайда екі түрлі қылып жазып сіздерге соны көрсетіп тұрмын. Енді бізге келесі тапсырма. Ол қайсы дәлірек өлшейді. Ол қайсы дәлірек өлшеу білу үшін бізге эпсилонды анықтау керек. Яғни, эпсилон біріміз дельта 1-дің мәніне қатынасын 100%-ға көбейткенге деген сөз. Ал 2-міз дельта 2-нікі, демек орнына қойып есептейік. Дельта 1-міз 0,118 ампер бөлеміз. Бізде 2,6 ампер. Көбейтеміз 100%-ға. Тең болады. Яғни есептесек бұл жерде 6,9% жатқан. Яғни өлшеудің қателігі осындай деген салыстырмалық қателігі. Енді екіншісін есептесек, ол кезде, яғни 0,175 амперді бөлеміз, 2,6 амперге көбейтеміз 100%-ға. Тең болады. Бұл жерде жуықтағанда 6,7% шығады екен. Қарап тұрсақ, екінші амперметрдің салыстырмалы қателігі, яғни біріншісіне қарағанда азырақ деген сөз. Демек, мынаған қарағанда бұның дәлірек өлшеуі, яғни екіншісі дәлірек өлшейді деген сөз. Әрине, өте қатты бұл жерде айырмашылық жоқ екен. Балалар, бүгінгі біздің жаңағы, яғни жүйелік қателікті анықтау барысындағы мынау абсолютті және салыстырмалы қателікті табуға берілген есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсініксіз болса, осының алдында теориялық бөлімін қараңыз, болмаса осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.